Сәлеметсіздер ме достар? Сіз қазір мына видеоны қарап отырсаңыз, демек өз денсаулығыңыз сіз үшін маңызды. Бүгін мен сіздерге ерекше пайдалы ақпаратпен бөліспекпін. Бұл өкпені небәрі 3 күнде тазартатын қарапайым бірақ өте тиімді әдіс. Егер сіз бұрын темекі шеккен болсаңыз, үлкен қалада, көлік көп жүретін жерде тұрсаңыз, немесе жай ғана өз ағзаңызды тазартып, жеңіл тыныстағыңыз келсе, онда бұл видео дәл сізге арналған. Бірінші әдіс – таңертең лимон қосылған жылы су ішу. Таңертең ұйқыдан тұрған кезде біздің ағзамыз тазаруға дайын тұрады. Сол сәтте біз оған көмектессек, нәтиже өте жақсы болады. Ол үшін не істейміз? 1 стакан жылы суға жарты лимонның шырынын сығып ішеміз. Қаласаңыз кішкене бал қосуға да болады. Бұл сусын асқазанды оятып қана қоймайды, өкпенің ішіндегі уыттарды, яғни токсиндерді шығарады. Лимон табиғи с дәруменіне бай. Ол ағзаны вируспен қабынудан қорғайды. Осы сусынды ішкен соң 20-30 минут тамақ жемеген дұрыс. Сонда тазалау процесі жақсы жүреді. Екінші әдіс – бу ингаляциясы. Бұл бұрынғы ата-әжелерімізден қалған өте күшті әдіс. Бір кастрөлге 1 литр су қайнатып, ішіне мынадай шөптерді қосыңыз. Мята, эвкалипт жапырағы, ромашка, крапива. Осыны қайнатып, үстіне орамалмен бүркеніп, 10-15 минут бойы бумен тыныстаңыз. Бұл өкпеге терең кіріп, қақырықты жұмсартады. Қақырық жеңіл шығып, өкпе тазарады. Бірден тынысыңыз жеңілдеп, қалғанын байқайсыз. Мұны күнде кешке жасаған жақсы, ұйқыңыз да жақсарады. Үшінші әдіс – тыныс алу жаттығулары. Тыныс өмірдің өзі, бірақ өкінішке орай көп адам дұрыс тыныс алуды білмейді. Біз өкпеміздің тек 30-40% бөлігін ғана пайдаланамыз. Енді соны толық жұмысқа қосатын уақыт келді. Міне қарапайым жаттығу. Тік тұрыңыз немесе отырсаңыз да болады. Бұрныңызбен терең тыныс алыңыз. Іштей 4-ке дейін санаңыз. Содан кейін деміңізді 4 секунд ұстап тұрыңыз. Сосын аузыңызбен ақырын шығарыңыз. Тағы 4 секунд санаңыз. Мұны 10 рет қайталаңыз. Бұл жаттығу өкпені кеңейтеді, ішіндегі лас ауаны шығарады және қанды оттегімен толық қамтамасыз етеді. Күн сайын осы 3 әдісті жасап көріңіз. Лимон қосылған жылы су, бу ингаляциясы, тыныс алу жаттығулары. Бар болған 3 күнде өзіңізді жеңіл сезіне бастайсыз. Тынысыңыз ашылып, ұйқыңыз жақсарып, энергияңыз артады. Өзіңізге дем беру ең керемет сыйлық. Денсаулығыңыз үшін осыны жасап көріңіз. Егер бұл кеңестер пайдалы болса, лайк басып, арнама жазуды ұмытпаңыз. Келесі видеода кездескенше.